Қайырлы күн қыздар, екінші пастаны дайындаймыз. Осындай түрін пайдаланып жатырмын. 3 штугын алып, қайнап тұрған тұзды суға пісіріп алатын боламыз. Ал енді біз подливын дайындаймыз. Ол үшін тауықтың төс еті қажет болады. Тауықтың төс етін алдымен дәмдеуіштермен сеуеміз. Бұл жерде вегета дәмдеуіші, чеснок, сосын құрамына қарай тұзын салып, жақсылап тұрып араластырасыздар. Және кішкене сұйық май қосып жіберіп жақсылап араластырамыз да. Құр табаның өзіне алдымен қуырып алатын боламыз осылай. Корочка дейді, солай шығу үшін алдымен құрғақ табаға қуырып аласыздар. Енді подливын дайындау үшін бізге саңырауқұлақ, яғни грибы, сосын пияз қажет болады. Бөліктерге бөліп турап аласыздар да, осы үшеуін сұйық майда жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Яғни бұл жерде пияз, жаңа бүтін күйінде қуырылған бізде тауықтың төс еті, сосын саңырауқұлақ, яғни грибы, үшеуін қуырып алатын боламыз. Кішкене суын құйып, бұқтырып қоясыздар. Осы кезде де кішкене вегета дәмдеуішін қосып жіберуге болады, егер кем болса. Сосын тамаққа арналған біз мына жерде сливки қосып жатырмыз. Сабақты ашқан кезде барлығының өзінің фотосы тұрады қыздар, көрсеңіздер болады. Енді піскен дайын пастамызды қосамыз осының ішіне. Одан кейін жақсылап тұрып араластырып, үстінен пармезан сырын қосамыз. Бұл жерде пармезан сыры 70 грамдай. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Осы кезде оттың асты баяу отта тұру керек. Сосын ақырын жай ғана араластырамыз. Сырдың өзі әдемі болып ерейді қыздар. Міне осымен дайын, бір ары кетсе 20-25 минутта дайын болатын тамақтар. Осылай пергамент қағазының үстіне қойып ұсынуға болады, необычный қылып. Немесе обычный тарелкалерге де қоя беруге болады. Бұл жерде біз 150 грамдай тауықтың бөлек етін пісірдік қой бүтін күйінде. Оны осылай жұқа етіп турап бетіне қоясыздар. Оның үстінен теркадан пармезан сырын өткіземіз. Бұл кезде 50-70 грамдай өткізе бересіздер. Кез келген әдіспен бетін әсемдеп ұсына беруге болады.